Барлықтарыңа ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сендермен жас FIFA мен Рама қош келіпсіңдер. Достар, видео басылмай тұрып арнаға жазылып тіркеліп барынша қолдауларыңызды көрсетіп отырыңыздар. Енді сендерге сенеміз, сендер мені барынша жақсы қолдап жатсыңдар. Және рахмет соған достар, Алла разы болсын. Және видеоның ақырына дейін көрулеріңізді сұраймын достар. Сендер ақырына дейін көрсеңдер, маған нұр үстіне нұр жауар еді. Сондықтан достар, менің өтініштерімді орындап кетіңіздер. Мен де сендердің өтініштеріңді сонда орындайтын боламын. Мен сендердің барлықтарыңды жақсы көремін. Ал енді видеоға оралайық. Яғни бүгін кеше комментарияға жазған екен, яғни енді ЦЗ-ға шығаршы деп. Мен ЦЗ-ға, яғни новичок пен среднйлер шығаратын боламын, чтобы легендарныйлар олар қандай игрок алу керек екенін біледі, өздеріне ұнайтын игрокты ала береді олар, чтобы олар одан әрі аккаунтын дамыта алмайды, одан әрі аккаунт легендарныйдан артып кетпейді. Енді мен FIFA-ға Mobile-ға енді кірген болатынмын, сондықтан осындай кішігірім пактарды ашып жіберейік. Солай видеоға оралайық. Яғни ЦЗ. Бірінші новичоктан бастаймыз. Новичок, ойбай, лигаға кіріп кетті ғой. Так, новичоктан бастаймыз. Ол үшін сіздер рунокты басасыздар. Новичоктар болып келген болсаңыздар. Міне, так, поисты басасыздар. И сіздер позиция программа емес, позиция таңдайсыздар. ЦЗ-ны таңдайсыздар, чтобы сіздерге ЦЗ керек болса. Имя игрока жазбайсыздар. Общий рейтинг 98 және де 102. Осылардың арасында игроктар сіздерге нормально. Ал көрейік. Новичоктардан бізде Маркиньозды алындар деп алмаңдар. Маркиньоздың статистикасы бірақ нормально, достар. Алуға алмаңдар емес, алуға болады. Чтобы қараңыздар, егер сіздер ЦЗ таңдайтын болсаңыздар, бірінші талантына қарағандарыңыз дұрыс. Себебі қараңыздар, мынада бет головой бар, яғни бұл сүзе алады. Яғни бұның жақсы таланты, және де бұның бойы 183 сантиметр. Бойына қарағандарыңыз дұрыс шетіңдер, себебі бас пен көз соққаны бізге қажет. Бірақ Маркиньос түссе, оны сатып ауыстырып жүргендеріңіз қате деп ойлаймын. Сосын сіздерге алуға болады деген игрок ол бізде әрине компани деп барлықтарыңызды білетін шығарсыздар. Компания ба бірдеме шекер. Бұл болатын игрок, достар. Бұның сіздерге айтайым, опшын көтеріп алыңыздар. Менде болған, бұл жақсы ойын көрсететін. Бұлай 106 опшын алсаңыздар болады екен. Үздік опшын 200 мың ақ. Осындай опшын алсаңыздар болады. Міне бала, мен қараңыздар, компания жақсы игрок. Менде бірақ қазір сатып алайын болады. Менде қазір қанша бар, достар? 220 бар екен. Мен бұны 105-ші рейтингінен алады екенмін. Кішкене ақша жинап, бұны 207-ші рейтингімен алғаным дұрыс. Осы компанияны алсаңыздар, егер өздеріңіз защитник қатты керек болып жатса, және де сіздерге болатын игрок бұл Рубен Диашты алсаңыздар болады. Рубен Диаштың басы 188 сантиметр, яғни бойы. Сосын рабочий нога 4-5, және де бұның таланттарына мош бет головой бар, яғни баспен сүзеді, және де арзан бағада. Бұны полный көтерсеңіздер 275 ақ мың. Бұл ақша новичоктар, средний үшін смело новичоктар үшін, то есть жинау болады да, жинауға, то есть сосын сіздерге болатын игрок бұл Рудигерді айталам, болады деп. Рудигердің, то есть бұдан үлкен рейтингі әдемі болады, яғни оны қазір сіздерге көрсететін боламын. Салибаны алмағандарыңыз дұрыс. Бұл жақсы игрок, кезінде жақсы игрок болды, қазір оны FC Mobile нашарлатып бастады. Көргендеріңізде жаңа айтқан 3 игрогымыз алғандарыңыз сіздерге пайдалы. Ал средний уровендарға көшейік. Средний уровендар уже 100-ші уровенге барады, және де 104. Осылардың арасынан сіздерге алуға болады. Так, бұл игроктар сіздерден кімді алғандарыңыз дұрыс? Міне қазір көрсетіп бастаймын. Сіздерде примерно 600 мың мен 700 мың мен 300 мың арасында, 300 миллионның арасында ақша болса, сіздерге айтатын игрогым, яғни қайтадан Рубен Диаштың осындай, яғни Рубен Диаш өздеріңізге керек болып жатса, новелатқан осындай сіздер қандай деп айтуға болатын еді, Тоти пагын алсаңыздар болады. 104-ші опш, өте әдемі рейтингі, статистикасы күшті. Сосын келесі игрок бізде
Фернандо Херро ошо айтканда бунун таланттары көп, және де әдемі таланттары бұның. Қарасаңыздар сүзөт, алыска дальний пастар әдемі, подкат әдемі берет, подкаттар просто үлкен ошо айтканда статистикасы әдемі. Сіздер Фернандо Херроны алууга кеңес беремин. Сосын сіздерде егер 700 000 тасып басып баратса, Рюдигерди алгандарыңыз дұрыс. Рюдигер тоже жақсы ойнап коет. Сосын Салибаны алгандарыңыз да дұрыс. Салибанын таланты жоқ дегенмен, бұл Салиба сонда да жақсы подкат жасайды. FC Mobile сөйтіп қуып жасап қойған бұл статистикасына сай жасалмаған, то есть там жақсы ойнап қояды. Негізінде осы 103 несі опшы жақсы ойнап қояды. Басқа нормальный игроктар жоқ. Міне достар, көрсеткендерім бойынша сол игрокты алыңыздар. Сіздердің болған жаз, сау болыңыздар.